Құрметті достар, бүгін мен сіздермен қысқы тәбетті ашар аппетитка атты соустың рецебімен сіздермен бөліскелі отырмын. Және көріп жатқандарыңыздай помидорды алдымен өткізіп алып, блендерден или мясорубкадан қайнатуға қоямыз. Қайнауға жеткеннен кейін 15 минуттай қайнатамыз. Оғанға дейін міне морковты, сәбізді және болгарский бұрышымызды жақсылап мясорубкадан өткіземіз, немесе блендерден өткізіп 15 минуттай қайнаған помидордың үстіне осы болгарский перец пен сәбізімізді қосамыз. Сәбізді мен аппетиткаға бұрын қоспайтынмын. Осы жолы мен сәбізді қостым, өйткені қоюлау болып шығады. Сондықтан да сәбізді қосып отырмын, дәмі де керемет болып шығады. Бұны пельменге, мантыға, басқа да соус ретінде пайдаланып жесеңіздер керемет дәмді салаттардың бірі. Міне енді қайнау жеткен помидордың үстіне морковь пен сәбізбен жәнегі бұрышымызды салдық. Оның үстіне қантымызды, тұзымызды, қара бұрышымызды салдық. Және бір қасық қызыл ашты бұрыш саламыз. Бұндағы соны саламыз. 5 минут қалғанда, дайын болғанға 5 минут қалған кезде чесногымызды саламыз. Және бір қасық, бір чайный ложка 70% уксус қосамыз. Міне уксусты қосамыз. Осымен болды. Араластырып аламыз да мантываркеге, стерилденген банкіге құйып шығамыз. Міне банкілеріміз стерилизовать етіліп болды. Осы банкілерге құйып шығамыз. Міне менде 3,5 литр шықты. Банкілердің аузын темір қақпақпен жапсаңыздар да болады. Менікі бұрандалы қақпақ болды, сонымен жауып шықтым. Сосын бетін төңкеріп қойып, үстіне жылы нәрсемен жауып, бір сутка ұстайсыздар да, ертеңінде не погреб, не холодильникте үнемі сақтасаңыздар да болады. Қыстың күнге таптырмас соустардың бірі. Не салатпен де, нанға қосып салатпен де жеп алса, кәдімгі тамақтардың бірі болып шығады. Осы рецепті сіздерге жасауға кеңес беремін. Өте керемет, өте дәмді. Назарларыңызға рахмет.